Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, қадірлі оқушылар. 20-шы сабағымыз К, Қ, Н, Ю әріптерін жазып үйренеміз. Жақынырақ көрсетейін. К әрпінен 2 торгөз тастадым. Үшіншісінің сызыққа тақау жерінен бастап жоғары көтеремін. Сызыққа тіреп, қиғаш сызықтың бойымен жерге дейін түзу сызық жасап, кері қайырып, бұрышынан, міне, торгөздің бұрышынан өткіземіз. Жоғары көтеріп, келесі торгөзге дейін К-ның басын тіреймін. Осы бұрышынан ортадағы Г сияқты етіп имегін жасаймын. Қайталаймын. Жоғары қарай ілгек сияқты жасап көтереміз. Түзу сызықпен түсіп, жоғары қайырып, бұрышпен өтеміз. Осы бұрышынан белін қайтадан саламын. Тағы бір рет қайталаймын. 1, 2, 3, 4. Енді кеме сөзін жазып көрейік. Жоғарыдан имек. Ке. Ме. Келесі бізде Қ әрпін жазып үйренеміз. Тура К әрпі сияқты жазып бастаймыз. Астыңғы бөлігінде құйыршығы бар. Жолдың астына қарай түсіріп жазамыз құйыршығын. Тағы да бір рет қайталаймын. Имек, түзу сызық, кері қайырып көтереміз. Белі, құйыршығы жолдың астына қарай қайырылып жазылады. Тағы бір рет қайталаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Қ. Енді қар сөзін жазып көрейік. Жоғарыдан 1, 2, қар. Келесі бізде тура К әрпі сияқты басталады. Н әрпін жазып үйренеміз. Имек, түзу сызық, кері қайырамыз. Бұл жерде айырмашылығы мына сызықтың бойымен Н әрпінің белін жазып өтеміз де, келесі сызықтың бойымен жоғары қайырып, түзу түсіп, имек жасаймыз. Н. Енді үзбей жазып көрсетемін. 1, 2, 3, 4, 5. Қайталаймын. 1, 2, 3, 4, 5. Н. Нан сөзін жазып көрейік. Жоғарыдан 1, нан. Келесі
Н әрпіне өте ұқсас ю әрпін жазамыз. Жоғарыға түзу сызық, қиғаш сызықтың бойығымен түзу сызық, артқа қайырып, Н сияқты сызығын жасап, енді бізге домалағын жасау керек. Сол үшін жоғары көтереміз, кері қайтам, домалақ етіп тұйықтаймын. Қайталаймын. Ю. Тағы бір рет қайталаймын. Ю. Юрий деген есімді жазып көрейік. Юрий.